Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз оңтүстікте көршіміз Өзбекстан Республикасының қарулы күштері жөнінде болмақ. Өзбекстан қарулы күштері 1992 жылы 14 қаңтарда құрылды. Өзбекстан қарулы күштерінің құрамына құрлық әскерлерінің әскери басқару және басқару органдары, әуе күштері, әскери теңіз күштері, арнайы жасақ, ұлттық гвардия және шекара қызметі кіреді. Өзбекстанның қарулы күштерінің міндеттері оның бейтарап сыртқы саясатына сәйкес анықталады. Бұл оларды тек қорғаныс мақсаттарында пайдалануды білдіреді. Өзбекстан Республикасында әскери қызметтің 4 негізгі түрі бар. Шұғыл әскери қызмет, мерзімі 12 ай. Жұмылдыру резервіндегі қызмет, мерзімі 1 ай. Келісім шарт бойынша қызмет көрсету және Өзбекстан Республикасы қарулы күштер резерв қатарында қызмет ету. Қарулы күштердің құрамына әскери басқару органдары, Өзбекстан қорғаныс министрлігі және басқалары, құрлық әскерлері, әскери әуе күштері және әуе қорғаныс күштері, арнайы жасақ, ұлттық гвардия, әскери өзен күштері. Бұл мемлекеттік шекара күзеті комитетіне бағынады. Өзбекстан өзгеше ел. Енді ол жақтағы өзбек жігіттер әскер қатарына алыну үшін әдебиеттен, тарихтан және өзбек тілінен міндетті түрде емтихан тапсыруы тиіс. Өзбекстанның қорғаныс министрлігі бұдан қиналып қалмайды әрине. Елде әскери борышын өтегісі келетін жастар жетіп артылады. Бір сарбаздың орнына 8 үміткерден келеді екен. Өзбекстанда 306,4 мың азамат әскерге шақыру жасына толады екен жылына. Бірақ олардың бәрі бірдей отан алдындағы азаматтық борышын өтей алмайды. Бұрынырақ бұл елде әскерге тест тапсыру арқылы қабылдау жүйесі енгізілген. Ал енді Өзбекстан армиясының сарбазы атану үшін үміткерлер дене шынықтыру дайындығынан бөлек өзбек тілі мен әдебиетінен, Өзбекстан тарихынан және математикадан міндетті түрде тест тапсырады. Мұндай ережені қорғаныс министрлігі мен мемлекеттік тестілеу орталығы 2016 жылғы 25 шілдеде қабылдаған. Әскерге шақырылушылар жыл сайын өткізілетін конкурсқа бір рет қатыса алады. Ең алдымен олар дене шынықтыру дайындығынан емтихан тапсырады. Дене шынықтыру дайындығы 15 балдық шкала бойынша бағаланады. Турникке тартылу, 100 метрге жүгіру, 3000 метрге жүгіру. Дене шынықтыру дайындығы нормативтерінің барлық түрлері бір күнде тапсырылады. Ал жалпы білім деңгейін анықтайтын тестілерді тапсыруға 1,5 сағат беріледі. Тест нәтижелері мемлекеттік тестілеу орталығына жеткізілген күннен кейінгі 7 жұмыс күні ішінде тексеріледі. Дене шынықтыру дайындығының бір түрінен қанағаттанарлықсыз деген баға алған бала тест сынақтарына қатыстырылмайды. Дене шынықтыру дайындығынан сүрінбей өткен әскерге шақырылушылар математика және ана тілі бойынша 25 және ел тарихы бойынша 10 сұраққа жауап беруі керек. Барлық пәндер бойынша 60 балл жинау қажет. Сарапшылардың пікірінше, Өзбекстандағы әскери қызметкерлердің саны 65 мың адамды құрайды. Өзбекстан қарулы күштерінің құрамында 420 танк, 1215 брондалған техника, 137 өздігінен жүретін артиллерия бар екен. Өзбекстан құрлық әскерлерінің сапында бір арнайы мақсаттағы бригада, бір танк бригадасы, 11 мотоатқыштар бригадасы, бір десанттық шабуылдау бригадасы, бір тау атқыштар бригадасы, 3 артиллериялық бригада, бір реактивті артиллерия бригадасы. Өзбекстан 4 әскери округке бөлінеді. 2 жедел және Ташкент қолбасшылығы. Оңтүстік батыс арнайы штаб-пәтері Қаршыда, шығыс Маргеланда орналасқан штаб-пәтері, орталық штаб-пәтері Самарқандта, солтүстік батыс штаб-пәтері Нүкісте, Ташкент штаб-пәтері Ташкентте. Әр округте толық құрамдағы армия бригадасы бар. Арнайы кезең ішінде округ командирлері округте орналасқан барлық құрылымдар мен күш құрылымдарының бөлімшелерінің бастығына айналады. Өзбекстан қарулы күштерінің сапында сондай-ақ америкалық әскери техника да бар. Олар MITV 308 данасы бар, Max Pro 50 данасы бар, Jaguar 50 данасы бар және RG-33 50 данасы бар.
Өзбекстан әскери әуе күштері ТМД-да Ресей мен Қазақстаннан кейінгі 3-ші орынды алады. Өзбекстан Республикасы әуе қорғаныс күштері мен әскери әуе күштерінің сапында 7,5 мың адам қызмет етеді. Әуе қорғаныс күштері мен әскери әуе күштерінің құрамында МиГ-29 ұшақтарынан құралған 2 әуе полкі, Су-27 ұшақтарынан құралған 1 әуе эскадрильясы, Су-27 ұшақтарынан құралған 1 бомбалаушы әуе полкі, Су-25 ұшақтарынан құралған 2 шабуыл эскадрильясы және Ан-24 Си-295В Ту-134 ұшақтарынан құралған 2 көлік эскадрильялары бар. Сондай-ақ тік ұшақ полкі бар, 2 тік ұшақ полкі бар. Әуе қорғанысы зениттік зымыран кешендерімен қаруланған 2 зениттік зымыран бригадасы және 1 бөлек истребительдік авиациялық эскадрильясы бар. С-75, С-125, С-200 және қытайлық HQ-9 және 7 Су-27 жойғыш ұшақтармен қаруланған. Негізгі әуе күштерінің базалары Шыршық, Қаршы, Ташкент, Нүкіс, Жизақ, Қаған, Әндіжан, Термез, Навой қалаларында орналасқан. Өзбекстан әуе күштерінің сапында сонымен қатар франциялық Супер Пума көп мақсатты тікұшағы 8 данасы бар және тағы да бір франциялық АС-150 Экюрей көп мақсатты тікұшақ, бұның да 8 данасы бар екен. Өзбекстанның әскери өзен күштері мемлекеттік шекараны қорғау комитетіне бағынады. Бұл ел әлемдегі Лихтенштейннен кейінгі екінші ең континенталды мемлекет. Теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін Өзбекстан Әмудария өзеніндегі өзен шекара әскерлеріне ие болды. Қызметтерін атқару үшін шекарашылар Шмел атты артиллериялық катерді және Кеңес одағынан мұраға қалған 3 бронды танкерді пайдаланады. ақш мемлекеттік департаменті Өзбекстанның әскери флотилиясын жаңартуға 5,6 миллиард доллар бөлді. 2005 жылы Өзбекстан флоты Жайхун және Сайхун атты катерлерге ие болды. Шавкат Мирзиевтің билік басына келуімен Өзбекстан ұзақ жылдар бойғы жабық есік саясатын жаңа бағытқа бұрды. Соңғы 4 жылда ресми Ташкент алыс жақын шетелдермен қарым-қатынасын одан әрі жақсартты. Осы уақыт аралығында жүздеген жаңа келісімдерге қол қойылды. Өзбекстан қарулы күштері әлемдік рейтинг бойынша орталық Азиядағы ең қуатты әскери күшке ие. Бірақ бұл әскери күш кімдерге тәуелді? Өзбек армиясы осындай дәрежеге өздігінен жетті ме? Әрине жоқ. Соңғы 4 жылда Өзбекстан армиясын Франция және ақш әскери мамандары арнайы дайындықтан өткізуде. Париж бен Вашингтоннан келген мамандар Өзбекстан мергендері мен ұшқыштарына арнайы шеберлік сабақтарын беруде. Өзбек армиясының әскери дайындығымен француздар мен америкалықтар айналысса, әскери техникаларды модернизациядан өткізудің бір бөлігін ресми Ташкент, Беларусь еліне сеніп тапсырған. Өзбекстан 2017 жылы Беларуське 4 МиГ-29 шабуылдаушы ұшағы мен 4 Су-24 бомбалаушы ұшағын жөндеуден өткізуге жіберген. Дәл осы жылы Өзбекстан қорғаныс министрлігі Беларусьтің 558-ші әуе техникаларын жөндеу зауытымен меморандумға қол қойған. Сол уақытта Өзбекстан әскери техникаларын жөндеуден өткізу үшін Ресей мен Беларусь арасында талас жүрген. Себебі Өзбек арсеналының басым көпшілігі тозығы жеткен кеңестер одағынан қалған әскери техникалардан құралған. Бұл дегенің ресми Мәскеу мен Минск үшін таптырмас олжа, қыруар қаржы. Өзбекстан әскери техникалар жөндеуден өткізу және жеке құрамды дайындаудан бөлек қару-жарақ жасауда да өзге елдермен бірлесіп жұмыс істеуге мәжбүр. Себебі әскери өнеркәсіп саласында кадр тапшы. Қазіргі таңда қару-жарақ шығаруда, әскери техникалардың заманауи үлгілерін құрастыруда Өзбекстан билігі Қазақстан, Ресей, Түркия сияқты елдермен байланыс орнатқан.
Қорытындылай келе, Өзбекстан армиясы бұл шағын, бірақ қаһарлы күш. Елінің әрбір сарбазы өзінің ата-бабаларын мақтан тұтады және елді қорғау үшін бәрін жасауға дайын. Сонымен бірге бұл ел кез келген әскери қақтығыстарды алдымен бейбіт жолмен шешуге күш салады. Қадірменді көрермендер, осы видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды, сондай-ақ осы арнаға жазылып, осы қазақша арнаны қолдап кетулеріңізді сұраймыз.